Мінекей бізде көбінесе мынау аяқты, мына вальгустың несі осы жерде болады, былай сыртқа кеткен болады. Біз тоже рентген снимокке түскенбіз, оны қырымен жүреміз. Қолды белге қойып, тік ұстап. Екінші ЛФК-мыз аяқтың ұшымен жүреміз. Қолды белге қойып жүреміз. Артқа қайтамыз. Жаттығуымыз өкшемен жүреміз. Төртінші жаттығуымыз аяқты біріне-бірін тигізіп, осылай тізеңді тік ұста. Бұл жаттығуды күніне 2 рет істеу керек. Тізеден ұстайсың 2 қолды. Отырып 10 рет отырып тұрамыз. Қолды белге қойып, өкшені бас бармаққа тигіземіз. Солай келеміз, солай қайтып артқа қайтамыз. 10 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығу. Аяғымыз. Көтерімді көтерме, мұнан бас. Мұна жер созылу керек. Мұнан бұлай созбаймыз, мұнан бұлай созылу керек. Бұлай. Осылай созылу керек. Аяқты биік көтеріп, бұлай көтермейміз. Мұна жер сіңір созылу керек. Бұлай. Осылай. Қолды белге қойып кел, сіңір созылу керек. Аяқты созып жүр. Қойып, қолды артқа қоямыз. Артқа қойып, жүреміз, алды жүр. Сондан аяқ ашылады, сыртқа қарап жүреді. Аяқтың ұшымен. Осы өкшемен жүреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Содан міне осы сол аяғы қатты көтеріліп тұр, байқасаңыздар мінекей. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Осындай ұлттарақ, арнайы ұлттарақ алып, аяқ киімнің ішіне салып қоямыз. Көмектеседі. 2 ай жүру керек, осыны аяқ киімнің ішіне салып қойып жүру керекпіз. Мінекей мына қатты көтеріліп тұр, мынанқы төмен. Оған қойып аяғын снимокке түсіреді, содан кейін осы ұлтарақты арнайы жасап береді. Аяқтың размеріне қарап, қай жерін қалай көтеру керек екенін.